Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Алдыңғы сабағымыздың жалғасын келген жерінен бастай береміз. Әгер әмір етсе кімне фаруқул фарқ, келер бір лақсыда ғарып үстіден шарқ. Егер дейді Алла Тағала фарқтарды дейді жаңағы ажыратушы Алла егер әмір етсе дейді Алла Тағала бір сәтте дейді, бір сәтте шығыстағыны батысқа апарып тастайды дейді, бір сәттің өзінде. Нечкім достыны сұлтаны кәунәйін, етөрде сағадыда қабы қаусайын. Енді әзірге мысал айтып тұр. Сол Алла Тағала дейді, өзінің сол екі әлемнің сұлтаны болған Алла бір жаңағы өзінің досын дейді, бір сәтте дейді қабы қаусайын деген жерге жеткізді дейді. Яғни бұл жерде миғраж оқиғасына ишарат қылып тұр. Жаңа пайғамбарымызды бір сәтте жаңағы 7 қабат аспаннан өткізіп Сидратул Мунтахаға дейін, одан да ары қарай сондай бір жерге дейін апарды дейді. Соның өзі бір сәтте болды дейді. Әгер әр кімге берсе имду иддат, келер қызметіге чинну адем зат. Егер Алла Тағала дейді кімге құрмет берсе, кімге бір абырой, мәртебе берсе дейді, оның қызметіне дейді жындарда, бүкіл адам баласы да соның қызметі үшін келеді дейді. Сулайман кім өгірде инсе жүнден, ане фарманы ерде бір негенден дейді. Сулайман пайғамбар дейді. Сулайман пайғамбар жаңағы бүкіл адамзатпенен жынды басқарды дейді. Оның әмірі дейді жүзіктің көзіндегі бір тал жүзіктің көз ет дейді. Сол бір түзік ет дейді. Негізі әмір дейді. Соған Алла Тағала сол бір түзікке байлап қойған дейді, бүкіл әмірін дейді. Араз құдырат намалық айлайды фаш, вагарна қадыре ерде бір дәрам таш дейді. Енді Алла Тағала бұл жерде Алла Тағала өзінің құдіретін, Алланың мақсаты, Алла өзінің құдіретін көрсету ет дейді, негізінде дейді. Егер болмаса дейді, жаңағы ол түзіктегі бір тал кішкентай ғана бір тас еді дейді негізі. Сол тасқа Алла Тағала бүкіл жаңағы адамдар менен жындарды басқаруына сол тастың тас арқылы сол түзікке байлап қойған дейді бүкіл нені. Кәлем елкеде ки құтлық асаи, кәхи көпірік иде, кәхи аждхаи. Араз құдырат намалық ерде ей дост, вәгәрна иде бір чопи, бір қат чопи пост дейді. Бір қат чопи би пост. Мұса пайғамбардың қолындағы аса таяғы дейді. Қолындағы таяғы кейде көпір болатын еді дейді, кейде айдаһар болатын еді дейді. Енді Алла Тағала бұл жерде ей досым дейді. Алла Тағала бұл жерде өзінің құдіретін көрсеткелі тұр дейді, негізінде дейді. Болмаса дейді, ол да бір адам бойында келетін ғана бір таяқ еді дейді, негізі бір таяқ болатын дейді. Әгер әмір әйләсә кәунайын бір пай,
болор бір піста пұчағына жай. Егер Алла тағаладан әмір келсе дейді да, Алланың әмірі жетсе дейді, бүкіл жаратылысты, бүкіл әлемді дейді, бір пісте дейді, бір жағы сондай бір кішкентай ғана бір дәнектің ішіне дейді, соның қауызына сидіріп жіберетін еді дейді. Енді бізде де мына қазақта айтамыз ғой, жаңағындай 18 мың ғаламда Алла тағаланың қаһарланса, бір тарының қауызына сидіреді деген, сол сияқты бұл жерде соны айтып бір. Алла тағала қаласа сол бүкіл нәрсені бір сондай бір дәнегі бар бір пістенің дейді, соның қауызына сидіріп жібереді дейді. Дейділер Хазірет Рухул Әминни қанат ясса тұтар рой зәминни. Аныңдық Жибрил сидра парваз, Мұхаммед еңді ейтур иди раз. Хазіреті Рухул Әмин дейді, жаңағы Жибрил періштені айтып тұр. Жибрил періште дейді, қанатын жазатын болса дейді, енді Жибрил періштенің жаңағы неде келген, жаңағы риуаяттарда 600 қанаты болған дейді. Сол қанатын жазса дейді, бүкіл әлем шығыс пен батысты жауып қалатын еді дейді, сол қанатының көптігінен, үлкендігінен, денесінің үлкендігінен дейді. Аныңдек Жибрил сідера парваз, Мұхаммед еңді етур иди раз дейді. Ол Жибрил дейді, Жибрил періште дейді. Жибрил періште жаңағы Сидратул Мунтаха деген Сидратул Мунтаха дейін ұшатын еді дейді. Сол жерге дейін жеткен, соны жаңағы Миғраж уақиғасында айтылады ғой, жаңағы Жибрил періштенің Сидратул Мунтахаға дейін барғандағы, сол жерге дейін ұшатын сондай періште дейді. Пайғамбарымыздың дейді, жеңінде дейді, келіп уақи айтатын еді дейді. Кішкентай сондай болып кеп дейді. Бұл жерде де сол Алланың құдіретін айтып жатыр енді. Алланың құдіреті сондай үлкен алып бір жаратылысты, бір мақлұқты пайғамбарымыздың қасында жаңағы уақи алып келген кезде кішкентай ғана болып жеңінде айтып тұратын еді дейді. Әгер қылса біреуіне хақлығыны фаш, шахадат беркісі кәхурада еш. Егер дейді, біреудің дейді хақ екендігін Алла тағала білдіргісі келсе, бір адамның хақ екендігін біреуді Алла тағала бір неден ақтап алғысы келсе, мысалы енді оны дейді, оған дейді, жаңағы бесіктегі баланы куәгер етіп қояды дейді. Мысалы бесіктегі баланы сөйлетіп қояды дейді, оған куәлік беру үшін дейді. Мысалы бұл да жаңағындай Құранда Юсуп пайғамбардың оқиғасы және жаңағы Иса пайғамбардың жаңағы кішкене кезіндегі сөйлеген сол оқиғаларын дәлелдеуге болады негізінен. Әзіз қылса қаю құлыны ұшыл шах, әгер чах астыға түссе тапар жах. Енді Алла тағала кімді, қайсы құлын дейді, ардақты етіп қойғысы келсе дейді, ол құдықтың астына түссе де дейді, оны құрмет қылып қояды дейді, құдықтан шығарып дейді. Мысалы бұған Юсуп пайғамбардың оқиғасын мысал қылуға болады. Сулайман қызметі де қылды парваз, хисабын білмеген шайхуну шахбаз. Вали бір мүшт худ иди пейк, ва диди сұлтаныға арю ләппейк.
Сүлеймен пайғамбардың қызметінде қаншалаған дейді, қаншалаған құстар дейді, қызметінде болатын еді дейді. Сол құстардың ішінде құстардың патшалары болған дейді. Лашын құстар, сондай үлкен үлкен құстар болған дейді. Бірақ дейді Алла тағала бір жұдырықтай ғана кішкентай құсты сол Сүлеймен пайғамбардың елшісі етіп қойды дейді. Ол худхуд деген құс еді дейді. Кішкентай ғана құс дейді, бір жұдырықтай ғана құс дейді. Ол құс айтушы еді дейді, Dedi сұлтаныға арюлаппейт. Жаңағы Сүлеймен пайғамбарға қызметіңізде дайынмын деп тұрушы еді дейді. Бұны да жаңағы Алла тағаланың енді кімді Алла құрметтетем десе, соған беретін бұл мәртебесі екен. Оны Алла тағала ол жерде оның үлкеніне, оның мықтылығына, оның күшіне қарамайды екен. Кімге Алла тағала сондай бір не берем десе, оны құрмет етем десе, солай деп тұрайын, бұл жерде айтпақшы болған негізі. Мәдәт қылса Құдайы әлем арай, Хабиб етсе ишарат, айырылар ай. Алла тағала, Құдай тағала мәдет етсе дейді, мәдет жәрдем берсе дейді. Хабиб етсе ишарат, айырылар ай дейді. Алланың хабибі, Алланың сүйіктісі пайғамбарымыз айтып тұр. Пайғамбарымыз бір ишаратпенен айды екіге бөлгендігін айтып тұр. Кішіне розысыне кей қылмысы кәм, итар харияда михнат қылмысы һәм дейді. Біреудің рызық несібесін Алла тағала кемітпеймін, толық етіп берем десе дейді. Кімнің рызық несібесін берем десе дейді, ол қай жерде де бір мехнат қылмаса да дейді, сол үшін еңбектеніп жаңағы соның артынан қуып жүгірмесе де сол рызық несібесін жеткізіп қояды дейді Алла тағала. Кәлимен чехрасын қылмас үшін зәрт шығарды лақсыдан ніл астыдан гәрт. Кәлимен чехрасын деп енді бұл жерде Мұса пайғамбар айтып тұр да, Мұса пайғамбардың жүзін сарқайтпас үшін дейді. Мұса пайғамбардың жаңағы қауымын алып Фирғауынның несінен шығып келе жатқан кезде алдынан жаңағы өзен кезігеді. Сол өзенге келген кезде енді бұл Мұса пайғамбар бұл жерден одан қалай өтем деп қайғырмасын менің пайғамбарым деп Алла тағала дейді. Бір сәттің өзінде дейді жаңағы өзенді дейді ашып арасын жолығып қойды дейді. Яғни бұл жерде енді жаңағы өзен сол сәтте ашылған сәтте, егер былай ақылға салып қарайтын болсақ, сол ашылған сәтте өзеннің жаңағы ашылған жерінде жол лай болып тұру керек еді дейді негізінде. Бұл жерде Алла тағала бір сәттің өзінде сол жаңағы ашылған жердің өзінде құрақ жаңағы келе жатқан жолы қалай болса солай жасап қойды дейді. Яғни шығарды лақсыда ніл астыдан гәрт дейді. Шаңы шығып тұрды дейді сол жерден дейді. Шаңын шығарып қойды дейді. Жолығып қойды дейді Алла тағала. Нечүкім хазірет салих үшін Нечүкім хазірет салық үшін Нечүкім хазірет салық үшін фаш балалық тивә тұғды хүкімеден таш. Хазіреті Салих пайғамбар пайғамбардың дейді пайғамбарлығын паш ету үшін дейді. Пайғамбарлығын жаңағы қауымына паш ету үшін дейді. Баласы бір жаңағы ботасы бар дейді, бір түйе тастың ішінен шықты дейді. Сөйтіп Алла тағала сол тастың ішінен шығарып қойды дейді. Енді бұл пайғамбарларға берген Алла тағаланың мұғжизаларын, сол мұғжизаны беріп қойды дейді. Ибәрде
иберді Мәриямге розы мәлектен, Мәсиха Маида түшті фәлектен. Иберді Мәриямге розы мәлектен, Мәсиха Маида түшті фәлектен. Мәриямға дейді, періштелер дейді, жаңағы рызық несібесін алып келетін еді дейді. Ал Иса пайғамбарға аспаннан жаңағы тағам, ішінде тағам бар, жаңағы дастархан түскен дейді. Дастархан түсті дейді. Енді бұл жаңағы алдындағы адамның Алла тағала бір адамның рызық несібесіне кем етпейін десе, қай жерде болса жеткізеді деген неге осы дәлел болып тұр ғой мына жерде, соның мысалын айтып тұр. Алла тағала жаңағы Мәриямға жаңағы өзінің отырған жерінде рызығын жеткізіп тұрған. Әзәлді әр кішені айласы Сауд Халил оғыл едек етсе садуқул вағд. Алла тағала ежелден дейді, бір адамның тағдырына, пешенесіне дейді, тағдырына бақытты болады деп жазған болса дейді, ол Халил оғыл едек етсе садуқул вағд дейді. Жаңағы Ибраһим пайғамбардың баласы Исмаил сияқты дейді да, уәдесінде тұрады дейді. Уәдесінде шыншыл дейді, уәдесінде тұрады дейді. Әгер зәбіқ етсе қайтармағай қаш, көрінмес баш әні алдыда бір маш дейді. Егер сені Алла жолында жаңағы шаламын, құрбандық етемін десе дейді, қайтармағай қаш дейді. Ол жерде бір бейнесінде кішкентай болса да былай өзгертіп қойған жоқ дейді да. Кішкене болса да былай несі кішкене болса да былай енді былай болдау деген сияқты ештеңке көрінбейді дейді. Көрінмес баш айналды бір маш дейді. Енді оның сондай несін айтып тұр, Құдайға деген жаңағы оның алдында дейді, басы дейді бір жаңағы ұршақтайда сондайда бір несі болмады дейді. Өйткені Құдай үшін деп жаңағы өзін Құдай жолына арнағандығы үшін дейді. Енді бұны несінің алдында айтып тұр ғой, жаңағындай бір адамды Алла тағала ежелден солай бақытты еткісі келсе дейді, осындай Құдай үшін дейді, ол адам Құдайдың әмірін орындаудың жолында, әмірін атқару үшін оған ештеңке кедергі болмайды деген ғой. Кімә бәрсе жахалат хамреден жам, бешт алдыға келсе басмағай гам. Енді дейді Алла тағала кімге жахалат дейді, жаңағы азғындықты, содан адасуды жазған болса дейді, ол бейіштің алдына келсе де бір қадам аттап бейіштке кіре алмайды дейді. Алдына кеп тұрса да дейді, бейіштің алдына келген күннің өзінде де бейішке кіре алмайды дейді. Итар рахмет сүйі көк кәукәбіне етішмес қатыраи күмрах ләбіне дейді. Рахмет су дейді. Енді бұл жерде рахмет, бұны пайғамбарымызға ишарат етіп тұр, енді пайғамбарымызға. Сол дейді, бұл су дейді, жерден толып, жерден асып, жаңағы көкке дейді, жұлдыздарға дейін жетсе де дейді. Бірақ дейді, етішмес қатыраи күмрах ләбіне дейді. Бір адамды Алла тағала жаңағындай бақытсыз етіп қойған болса дейді, сондай бір күнә бақытсыз болған құлдың дейді, ол судан дейді еріне бір тамшы да түспейді дейді, тимейді дейді. Көрің бұл талып илә Әбу Ләһәбне ұлық дәрия ләбіде құшки ләбіне дейді. Ләби. Қарашы дейді, бұл Әбу Талып пен Әбу Ләһәб дейді да. Ол екеуі сондай бір үлкен бір дарияның алдында тұрса да дейді, соның
қасында болса да дейді, ол екеуінің ерні құрақ күйінде кетті дейді. Бұл не дегенде, сондай енді пайғамбарымыз сондай дарияға теңеп тұр ғой. Сол пайғамбарымыздың қасында жүрсе дағы оларға сол иман айту, мұсылман болу бақыты нәсіп болмады деген ғой. Әгерче от білән суда болар фарқ, чықады су мәканеден нечүк бәрқ. Енді от пенен су жаңағы от аспайды ғой, енді от пен су, от басқа, су басқа, екеуі бірін-біріне қарсы. Бірақ дейді, сол судың ішінен дейді, судың мекенінен дейді, мекен деген бұлттан дейді ғой. Алла Тағала сол бұлттың ішінен жаңағы нажағайды шығарып қойды дейді, от шығарып қойды дейді, нажағай жарқылдап тұрады ғой. Сол бұлт, судың ішінен от шығарып қойды дейді, Алланың құдіретін қарасаңшы дейді. Әгер чәндікі шәмғи отуден болар жәмі, қара суден қылыр көз нұрдек шәмғ дейді. Егер дейді, шам дейді, оттан болады дейді, оттан болады шам. Бірақ дейді, қара суден дейді, қылыр көз нұрдек шәмғ дейді. Енді адамның көзін қарасаңыз дейді, адамның көзі болсын, қандай бір көз болсын дейді, көз судан тұрады енді негізі. Сол судың ішінде дейді, бір нұрды дейді да, жағы шам сияқты нұрды жарқыратып қойды дейді Алла Тағала. Қайу бір құдіретін қылмақ керек ят, ерір қасыру құл адеми зат. Енді Алла Тағаланың қай бір құдіретін мен айтып болайын дейді. Алла Тағаланың қайсы құдіретін барлығын айтып болайын дейді. Ерір қасыру құл адеми зат. Оған біздің адам баласының ақылы оған жетпейді дейді. Деп осыменен Алла Тағалаға жаңағы бірінші осы кітаптың басындағы сана бөлімі, мақтау бөлімі осымен аяқталды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.